барлық матчын тікелей эфирде QFootball.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп QFootball.kz-те қосылып, футзалды тамашала. Армысыздар, құрметті көрермен, назарларыңызда футзалдан Қазақстан чемпионаты 25-ші тур аясында кезекті ойын күні. Бүгін шырайлы Шымқалада матч басталды. Бүгінгі матч комментатор мен Абылайхан Балмағанбет. Ал сіздерді алдыңғы турда ордабасы Аятқа қарсы қонақта өнер көрсеткен болатын. Ал мына бір сәтте жоқ негізінде. Пиалы қазір доппен алыстан соққы көреміз бе? Жоқ, енді мына бір сәтте тағы да соққы және гол! Бірінші голды ордабасы командасы соқты. Расул Карбаев осы бір тосқауыл бола алмады. Қараңыздаршы. Бір мүмкіндік Фалькау екеуі сәл тұралап қалды негізінде, бірақ тамаша алаңға шықты. Металлург спорт кешенінде ол Дәурен Тұрсағылов және алыстан бақталған соққы. Неге көңіл толмай жатыр қазір? Алыстан бақталған соққы өте тамаша. Қазір Қайрат өкінішке орай мына бір сәтте соққы доппен алматылықтар қауіпті болуы мүмкін. Қазір Дәурен Тұрсағылов мына бір шабуылшақ қауіпті болуы мүмкін және гол. Біржан Оразов. Бұл допқа Иван Белимов тосқауыл бола алмады. Міне қараңыздаршы. Қандай тамаша соққы. Голдан аман сақтап қала алады ма? Оның ішіне Денер. Алаңда жүрген кезде Қырғызстан тұрмергені. Өмірбаев 5-ші ойыншы рөлінде болған. Қайратты командасында негізгі құрам қазір Денер. Жулио Занотто алғашқы тептік қақпада. Нағыз Тереков фаул. Және гол ордабасы. Доппен Қайрат ойыншылары қазір жылдам гол соғуды көздейді. Алис Невеске оң жақ қапталмен жаңа бір шабуыл. Енді Қайрат уақыт өткен сайын Оразов соққан болады. Өте қауіпті шабуыл және гол. Денер бұл голда соққан. Айдыл қалды мына бір сәтте қақпа маңына жақын келген Денер. Пиалы мен Белимовтан бұрын допқа жетті. Ал қазір есеп 2-2. Ал Алис Невес бірден төрешіге қарады. Бұл жерде енді ойыншыларда алаңсыз барлық қулықтарды біліп алған ғой. Ал бұл жерде Эдсонға Занотто қазір қақпаға соққы бағыттап көрді, бірақ бұл жерде алыстан бақталған соққы. Денер бүгінгі ойындағы екінші голын соққысы келіп жүр. Және гол, құрметті достар, бүгінгі ойында алғаш рет Қайрат таблодағы есепте алға шықты. Кевин
3-2 қазір. Қараңыздар, не деген шеберлік, жеке орындаушылық және тамаша пас берген Жулио нысананы дәл көздеуі. Алыстан соққы, қақпа бағана. Бұл жерде Гильерме. Өмірбаев, Пиалы, Гильерме мына бір сәтте. Және қақпаға бағытталған керемет соққы, бірақ қиыс кетті. Витер бағыттаған болатын. Қараңыздар, Гильерменің бұл жердегі шеберлігі орасты. Енді бұл жерде қақпаға соққы және бұрыштама. Нару Сериков. Екінші кезең өте тартысты өтті. Және есеп 4-2. Есепке алынады ма екен бұл гол? Есепке алынады. 6-шы гол соғылды. Ал ордабасы қанша шабуылдаса да есеп теңестіре алмады. Олай болса, Эдсонның бүгінгі ойындағы соңғы голы, қорытынды есеп 4-2. Бүгінгі ойында ордабасы керемет ойнады. Алғашқы кезеңдегі шеберлігін айту керек бізді. Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде youfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфонына қосымшаны жүктеп youfutbol.kz-ге қосылып, футзалды тамашала.